Барселона клубы қарызға әбден батты. Буфон әлемдегі ең үздік топ 5 қақпашыны атады. Фоден Манчестер Сити мен жаңа келісім шартқа отырмақ. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Барселона клубы шабуылшы Усман Дембелеге кезекті жаңа келісім шартты ұсынуға дайын. Оның клубпен қазіргі келісім шарты 2024 жылға дейін жарамды. Ол келісім осыдан 2,5 ай бұрын ғана бекітілген еді. 25 жастағы ойыншының жаңа маусымдағы көрсетіп жатқан ойындары Барселона басшыларын тәнті етуде. Осыған орай каталондықтар оған жаңа келісімді ұсыну жағын ойластыруда. Усман Дембеле 8 ойынға қатысып 2 гол және 4 голдық пасты еншілеп үлгерді. Манчестер Ситидің 22 жастағы жартылай қорғаушысы Фил Фоден ағылшындық клубпен су жаңа келісім шартқа отыруға жақын. Осы жайында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері хабарлауда. Жаңа келісім арқылы Фоденнің жалақысы 2 есе жоғарылайтын болады. Бонустарды есептегенде аптасына 280 мың еуроны құрамақ. Келісім шарт 2028 жылдың жазына дейін негізделген. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик Тен Хаг АПЛ-дың өткен қыркүйек айы бойынша ең үздік жаттықтырушысы атанды. Голландиялық маман тізгініндегі команда өткен айда 2 ойын өткізіп, екеуінде де жеңіске жеткен. Манчестер клуб Лестер және де Арсенал клубтарынан басым түскен болатын. Тен Хаг 2019 жылдан бері бұл жүлдені жеңіп отырған Манчестер Юнайтедтің алғашқы бапкері болып отыр. Ал қыркүйек айы бойынша АПЛ-дың ең үздік футболшысы Маркус Решфорд атанды. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендеріміз назарларыңызда. Өнер көрсеткен командалары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Барселонаның қорғаушысы Жорди Альба мансабын әрі қарай Италияда жалғастыруы мүмкін. Оған Ювентус клубы қызығуда. Diario Sport баспасының ақпаратына сәйкес Туринді клуб футболшыны қысқа трансферлік терезеде алу жағын қарастыруда. Каталондықтар болса 33 жастағы ойыншымен қош айтысуға дайын. Манчестер Юнайтедтің шабуылшысының анасы Долореш Авиру Криштиану Роналдуды мансабы қашанға дейін жалғасатынын айтып жеткізді. Егер Криштиану спортингке ауыспаса, онда оның ұлы кіші Криштиану нақты түрде осы клубта ойнайтын болады. Мен сөз беремін. Осы жылы Роналду спортингке оралмады, сондықтан да барлығы сәл кейінірек болады. Оның 40 жасқа дейін ойнағысы келетін қалауы бар, деп айтып жеткізген екен Роналдудың анасы. Бавария командасы көптен күткен жеңістеріне қол жеткізді. Германия чемпионатының 8-ші турлық ойын аясында Мюнхендік команда өз алаңда Байерді 4-0 есебімен ірі есеппен жеңді. Алаң қожайындарына Лерой Сане, Джамал Мусиала, Садио Мане, сонымен қоса Томас Мюллердің соққан голдары жеңіс әкелді. Осы жеңістен соң Бавария еншісіндегі 15 ұпайларымен турнирлік кестеде 2-ші орынға көтерілді. Барселонаның қорғаушысы Жерар Пике алдағы қыста Атлетиконың сапына ауыспайтын болған. Спорт ес баспасының мәліметіне сүйенсек, тәжірибелі ойыншы маусымның соңына дейін Барселонаның негізгі құрамы үшін бақталастық жүргізуге әзір. Осы маусымда Жерар Пике Хави тізгіндеген команданың қосалқы құрамында толығымен отырып қалған күйде. Осыған байланысты оның Атлетикоға ауысуы мүмкін екені хабарланған болатын. Ағымдағы маусымда 35 жасар Пике Барселона сапында Ла Лигада бір ғана ойынға қатыса алған. Реал Мадрид клубы қорғаушы Эдер Милитаомен жаңа келісім шарт орнатуға өте жақын.
Қазіргі кезде ресми мәлімдеменің жасалуы үшін құжаттар дайындалуда. Жаңа келісім 2028 жылдың жазына дейін жарамды болмақ. Ал келісім шарттағы кері шегіністің сомасы болса 1 миллиард еуроны құрайтын болады. Осылар жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Милитаоның клубпен қазіргі келісімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Трансфермаркт порталы ойыншының құнын 60 миллион еуроға бағалайды. Челси клубы Лейпцигтің шабуылшысы Кристофер Нкункуды өз қатарларына қосып алуға жақын. Тілші Николас Кираның мәліметіне сүйенсек, аристократтықтар 24 жасар француздық футболшымен келісімге келіп қойғанда екен. Өткен жаз айында ғана ол немістік клубпен 2026 жылға дейінгі жаңа келісім шартқа отырған болатын. Трансфердің бағасы 60 миллион еуроны құрауы мүмкін. Италия құрамасының бұрынғы аңыз қақпашысы Джанлуиджи Буффон қатысқан іс-шараларының бірінде әлемдегі ең үздік топ 5 қақпашының тізімін атады. Буффон Реалдың қақпашысы Тибо Куртуаны ең үздік голкипер деп есептейді. Сондай-ақ Буффон ең үздік деп санайтын қақпашылар тізімінде Джанлуиджи Донарума, Мануэль Нойер, Ян Облак, сонымен қоса Майк Миньян да бар. Айтып өтсек, 44 жастағы Джиджи Буффон Италияның Б сериясында Парма командасында өнер көрсетуде. Барселона клубының басқа командалардың алдында әлі талай қарыздары бар. Каталондық клуб 2019 жылы Филиппе Каутиньоны Ливерпульден сатып алған болатын. Және оның трансфері әлі де толықтай төленіп бітпеген екен. Барса Ливерпуль клубына осы үшін 14 миллион еуро қарыз. Бұдан бөлек Барселона Ювентус клубына Миралем Пьянич үшін 36 миллион еуро. Аякс клубына Фрэнки де Йонг пен Сержиньо Дестің трансферлері үшін 42 миллион еуро. Сондай-ақ Манчестер Сити клубына Ферран Торрестің трансфері үшін де 52 миллион еуро қарыз. Осылар жайындағы ақпаратты Каталония радио басылымы хабарлауда. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.